Мен не істесем де дұрыс шықпайды. Ғылым, білім деген қиын ғой. Балам, неліктен мойыдың? Ғылым жолы ең әуелі көңіл мен мінезден басталады. Мұнда сен өзіңді тәрбиелейтін күштерді көресің. Бірақ абай бол, дұшпан да бар, дос та бар. Мен саған бәрін оңай етемін. Оқығанша өзгелерді сөз қылған жақсы емес пе? Бәрін өзім жасадым дей сал, ешкім тексермейді сені. Жұмыс істемей-ақ. Мақтала бер. Ертеңде оқисың, бүгін демал. Күшіңді, уақытыңды, ақшаңды ойсыз жұмсай бер. Міне балам, осылар адамды ғылым жолынан тайдыратын 5 дұшпан. Бірақ олардың күші сендегі әлсіздіктен. Арман алғашқы қадам, қалғаны жігер мен сенім. Істеген ісің сенің айнаң, бос жүрсең, бос қаласың. Әр нәрсенің себебін білмейінше шын білім болмайды. Көптің артынан желіп қызғанба, өз орныңды біл. Адамды білімнен бұрын мейірім биік етеді. Бізді таңда, қиындық жоқ. Қиынырақпыз, бірақ жолымыз шын жол. Бізді таңда, бізді таңда. Мен талапты, еңбекті, терең ойды, қанағатты және рақымды таңдаймын. 5 асыл ісіңді серік етсең, ғылым да өмірде өзіңе қызмет етеді. Ғылым тек кітап емес, ол мінез, жүрек, еңбек. 5 асыл ісіңді серік етсең, ғылым да өмірде өзіңе қызмет етеді.